Абай біздің кемеңгер, теңдесі жоқ асқар биік шыңымыз, ақ ниетті әділетшіл шынымыз, асыл қазына атқарылар сырымыз, таусылмайтын мәңгі бақи жырымыз. Парасатты болып туған Шыңғыс таудың абайы, ән мен жырын мұра қылған Сарыарқаның абайы, нақышымен сана құйған қазағымның абайы, ақылымен дана болған бүкіл әлем абайы. Армысыздар, құрметті қауым. Алматы облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы жанындағы этномәдени бірлестіктердің қатысуымен ұлы ақын Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына арналған Дархан халықтың дана Абай атты әдеби сазды шарамызды назарларыңызға ұсынамыз. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, құрметті қазақстандықтар. Ұлы Абай атамыздың 175 жылдық мерекесі құтты болсын дегім келеді. Осы мерейтойды тойламаған қазақ жоқ шығар. Өйткені ол кісінің айтып кеткен, артына қалдырған қаншама өлеңдері, қара сөздері, тәлім тәрбиесі бізге бүгінгі күні де өте қажет. Сондықтан тойымыз тойға ұлассын, өз елін, өз ерлерін ескермесе, ел тегі қайдан алсын кемеңгерді деп Ілияс атамыз айтқандай. Осы Абай бабамыздың мерейтойымен құттықтап сіздерді сегіз аяқ әнін тартып өткім келеді. Қабыл алыңыздар. Толғауы 90 қызыл тел, сөйлеймін десең өзің біл. Өткірдің жүзі, кестенің бізі, өрнегін сенде сала алмас, білгенге маржан, білмеске арзан, надандар бақыран алмас. Қиналма бекер, тілмен жақ, көңілсіз қолақ, ой қолақ. Атадан алтау, анадан төртеу, жалғыздық көрер жайым жоқ, ағайын бек көп, айтамын ептеп, сөзімді боғар елім жоқ. Моласындай бақсын ең, жалғыз қалдың, тапшын ең. Моласындай
амандық халқымызға, тыныштық берсін ағайын. Здравствуйте, я Марина Пак, преподаватель Талдыкурганского музыкального колледжа имени Канабека Байсиитова. В этом году вся страна отмечает 175-летие со дня рождения великого казахского поэта, философа, композитора, просветителя, общественного деятеля и гуманиста Абая Кунанбаева. И я поздравляю всех с этой знаменательной датой. Труды этой выдающейся личности оказали огромное влияние на развитие духовной культуры народа. Личность Абая многогранна, но очень значимая для музыкантов грань его творчества – это композиторская деятельность. Им написано большое количество замечательных песен на разную тематику. Широко известны такие песни Абая, как «Сегі Саяк», «Айтын Салем Каламкас», «Көзімнің қарасы», «Письмо Татьяны» и другие. В своих песнях Абай объединил философское содержание своей поэзии с лирическими мелодиями. Для песен Абая характерна устойчивость текста. Это было новым явлением в песенном творчестве. К музыке, к песням Абай пришел от поэзии, от текста. Также музыкальный дар Абая был взращен на глубоко народной основе. Его песни отличаются своей напевностью, они просты и близки к казахской народной песне. В интонациях некоторых из них слышна связь с русской музыкой. Несомненно, его песни находят отклик в сердце каждого из нас. Большое место музыка Абая занимает в творчестве казахстанских композиторов. Песни Абая исполняются на концертах в фортепианном сопровождении. Они звучат в хорах, ансамблях, симфонических произведениях и операх. Они занимают самое почетное место в современной казахской музыке. Абай много размышлял о значении музыки. Он говорил, что песня всю жизнь сопровождает человека. И действительно, песни великого поэта мы слышим с детства, и они нас сопровождают всю жизнь. Они стали достоянием народа, они бессмертны. И мы гордимся, что рождены и живем на земле такого великого поэта, философа и музыканта, как Абай Кунанбаев.
Мен Лысаченко Инна, Алматы облысы Кербұлақ ауданы Талдыбұлақ ауылының тұрғынымын. Абай Құнанбаев әсемпас болма әрнеге. Әсемпас болма әрнеге. Өнерпас болсан арқалан, сенде бір кірпіш дүниеге. Кеттігін тапта бар қалан. Қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға. Әділет шапқат кімде бар, сол жараса туғанға. Бастапқы екеу соңғысыз, біте қалса қазаққа. Алдын жалын артын мұз, барар еді қай жаққа. Пайданы көрсем бас ұрып, мақтанды іздеп қайғы алма. Мінінді ұрлап жасырып, майданға түспей бәйге алма. Ақырын жүріп анық бас, еңбегін кетпес далаға. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға. Мен Талдықорған қаласының 19 жасар тұрғыны боламын. Санкт-Петербург мемлекеттік университетінің 2-ші курс студентімін. Абай Құнанбаев. Құлақтан кіріп бойды алар. Құлақтан кіріп бойды алар. Жақсы әнмен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар. Әнді сүйсен менше сүй, дүние ойдан шығады. Өзімді өзім ұмытып, көңілім әнді ұғады. Жүрегім бойды жылытып, аңсаған шөлде су тапса, бас қоймайма бастауға. Біреу түртсе, яқақса, бой тоқтамас жасқауға. Кір күйгізіп, сүйгізіп, ескі өмірді тіргізер. Өмір тонын кигізіп, жоқты барғып жүргізер. Есіткендей болады, құлағы ескі сыбырды. Ескі ойға көңілім туады, тірлетіп өткен құрғыды. Ішіп терен бойлаймын, өткен күннің оларын. Және шын деп ойлаймын, жұрттың жалған шуларын. Тағы сенен бастаймын, күнде алдағыш құларға. Есім шығып қашпаймын, мен ішпеген у бар ма?
Кенжиева Рабигүл, ұлтым ұйғыр, Абай Құнанбаевтың 12-ші қара сөзі. Кімде-кім жақсы жаман ғибадат қылып жүрсе, оны ол ғибадаттан тыюға аузымыз бармайды. Әйтеуір жақсылыққа қылған ниеттің жамандығы жоқ қой дейміз. Ләкин сондай адамдар толымды ғибадатқа ғылымы жетпесе де қылса екен. Бірақ оның екі шарты бар. Соны білсе екен. Әуелі иманның ықтиқатын мақкамлемек керек. Екінші, үйреніп жеткенше осы да болады ғой демей үйрене берсе керек. Кімде-кім үйреніп жетпей жатып, үйренгенін қойса, оны Құдай ұрды. Ғибадаты ғибадат болмайды. Ләкин кімде-кім иманы неше нәрсе бірлен кәмелет табатығын білмей, қанша жерден бұзылатығын білмей, басына шалма орап, бірадар атын көтеріп, оразашыл, намысшыл болып жүрген көңілге қалын бермей тұрып, жыртысын салғанға ұқсайды. Күзетшісіз, ескерусіз иман тұрмайды. Ықыласыменен өзін-өзі аңдып, шын дүние шыншылдап жаны ашып тұрмаса, салғырттың иманы бар деп болмайды. Мен Ягель Анжелика Андрей қызы. Алматы облысы Алакөл ауданы Ақтөбек ауылының азаматшасымын. Жасым 21-де, ұлтым орыс. Білім гуманитарлық техникалық колледжінің 4-ші курс студентімін. Абай Құнанбайұлы, өлең сөздің патшасы. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен былғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бишарасы. Айтушы мен тыңдаушы көбі надан, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Әуелі хаят, хадис сөздің басы, қосарлы бейт мысал келді арасы. Қисынымен қызықты болмаса сөз, неге айтсын пайғамбар мен оны Алласы. Мешіттің құтпа оқыған ғұламасы, мұнажат бәлдердің зар наласы. Бір сөзін, бір сөзіне қиыстырар, әрбірі келгенше өз шамасы. Өлеңге әркімнің ақ бар таласы, сонда да солардың бар таңдамасы. Іші алтын, сырты күміс сөз жақсысын, қазақтың келестірер қай баласы. Бұрынғы ескі биді тұрсам барлап, мақалдап айтады екен сөз қосарлап. Ақындары ақылсыз надан келіп, көр жерді өлең қыпты жоқтан қармап. Қобыз бен домбыраны алып топта сарнап, мақтау өлең айтыпты әркімге арнап. Әр елден өлеңменен қайыр тілеп, кетірген сөз қадырын жұртты шарлап. Мал үшін тілін безеп, жаның жалдап, мал сұрап, біреуді алдап, біреуді арбап. Жат елде қайыршылық қылып жүріп, өз елін бай деп мақтар Құдай қарғап. Қайда бай мақтаншаққа барған таңдап, жиса да бай болмапты қанша малды ап. Қазаққа өлең деген бір қадырсыз, былжырақ көрінеді солардан дақ. Ескі бише отырман бос мақалдап, ескі ақынша мал үшін тұрман зарлап. Сөз түзелді тыңдаушы, сен де түзел, сендерге де келейін енді аяндап. Желсіз түнде жарығай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың жаны тереңі сай, тасыған өзен гүрілдеп, ауылдың жаны тереңі сай, тасыған өзен гүрілдеп. Тау жаңғырып әні қосып, үрген итмен айтаққа